Өңірімізге сапармен Румыниядан агробизнес саласының делегаттары келді. Ең басты мақсат солтүстік Қазақстан облысының аграрлық әлеуетімен танысу. Олар еліміздің бірқатар өңірлерін аралап жүргенін мәлімдеді. Яғни сапарлар арқылы өңіріміздің ауыл шаруашылығындағы жобаларды білу дейді. Ең алдымен кездесу кәсіпкерлікті қолдау орталығында өтті. Диалог ретінде өткен кездесуге Румыниядан келген кәсіпкерлер қатысты. Мамандарды қарсы алған облыс әкімінің орынбасары өңіріміздің аграрлық саладағы күш-қуатымен таныстырды. Также здесь Өткен жылы біз еліміз бойынша астықтың 1/3 бөлігін жинадық. Бұл бізге әрі қарай ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл яғни сүт өңдеу, бидай өңдеу, ет өңдеу кәсіптері. Солтүстік Қазақстан облысы еліміздің ең аграрлы өңірі. Жылына шамамен 1,5 миллион тонна бидайды облыс экспортқа шығарады. Сонымен бірге шикізаттан дайын өнім жасап шығаруда кейінгі кезде кең қолданылып келеді. Онымен түрлі макарон өнімдерінде көптеп шығарады. Ал 120-дан артық сүт шаруашылықтарында жылына 500 мың тонна сүт өндіріледі. Бұл еліміздегі көрсеткіштің 10%. Румыниядан келген меймандардың айтуынша, елдерінде тары, жүгері, рапс егіп, оларды экспортқа шығару жолдары жақсы жолға қойылған. Бұл негізінен Румынияның оңтүстік және батыс аймақтарында екен. Біз кешеден бері біршама кездесулерге қатыстық. Сонымен бірге өңірдегі фермалардың бірін аралап көрдік. Олардың көбі егін егумен ғана емес, мал шаруашылығымен де айналысады. Біз бұндай гид экскурсияларды жылда ұйымдастырамыз. Тұқым мен тыңайтқыштарды қолдануда тәжірибелерімізбен бөлісіп, ой алмасуға келдік. Румынияға барған соң елдегі әріптестермен бөлісеміз. Мүмкін тіпті болашақта инвестиция құятын да шығармыз. Румыниядан келген меймандар алдағы уақытта сапардың қорытындысын шығарып, екі тарапқа да тиімді үйренетіндеріміз көп дейді. Тіпті болашақта оңтайлы жолын тапса, ауыл шаруашылығына қаржы құю мәселесінде кеңінен қарастыратындарын айтады.